Жақсылық жасаудан жалықпа. Жақсылық Алланың құдіреті шығар. Осы бір сөзді құлағымыз шалса болды, жанымыз жадырап сала береді. Біреуге жақсылық тілеу, қолдан келсе жақсылық жасау, Алла тағаладан жақсылық сұрау адам өмірін мәнді де мазмұнды ететіні, қайырлы әрекет екені бәсіден ақ белгілі. Сондай-ақ жақсылық ұлт пен ұлысты, дін мен тілді талғап таңдамайтынын естен шығармаған абзал. Жалпы адам баласы өзіне жасалған жақсылыққа жақсылықпен жауап қайтарғысы келіп тұрады. Ал жамандыққа жақсылықпен жауап беру өте сирек кездесетін жағдай. Шын мәнінде алғашқысынан соңғысы әлде қайда қайырлырақ. Мұны Алла тағала да Құран кәрімде келтірген. Жаратушы иеміз Ахраф сүресінде сен кешірім жасау мен елемеуді дұрыс көр. Жақсылықты талап ет, наданмен надан болма. Егер кез келген сәтте түлен түртіп, жамандыққа құлқың тартса, дереу Алла тағалаға сыйын. Өйткені жаратушы ие барлық дұғаны естіп қабыл етуші. Ол күмәнсіз бәрін білуші. Әрине, мұндай игі қадам көбінесе ар-намысы асқақ, рухы зор, ұятты қалған, сабырды серік еткен, иманы берік мүмін мұсылмандардың ғана қолынан келеді. Мұсылмандардың жақсылыққа әрдайым жақын тұратыны ислам діні арқылы бойға дарыған. Себебі ислам жақсылықты, ізгілікті дәріптейтін дін. Алла тағала біреуге жақсылық жасау туралы Мәиде сүресінің 2-ші аятында ізгілік пен тақуалықта өзара көмектесіңдер дейді. Ал көмектесу жақсылық жасау деген сөз. Екі дүние сардары Мұхаммед пайғамбарымыз қайсы бір мұсылман өзінің бауырына көмектессе, Алла оған көмектеседі деген. Қоғамдағы жақсылық адамдардың бір-біріне деген махаббатынан қалыптасатынын ұмытпауымыз керек. Таныс бейтанысқа бауырындай қарайтын адам өзін ғана емес, ізгі амалымен өзгені де тәрбиелейді. Сонымен қатар, біреу үшін араша түсіп, шапағат ету де сауапты амалдардың қатарынан. Жаратушы иеміз Ниса сүресінің 85-ші аятында кім жақсылықпен араға түссе, содан оған 2 үлес бар деген. Пайғамбарымыз шапағат етіңдер, сауап аласыңдар деп айтқан. Жақсылық жайында Құран кәрімнің Фуссилат сүресінде жақсылық пен жамандық бірдей бола алмайды. Сондықтан жаман қылықтан барынша алыс тұруға тырыс. Сонда саған дұшпан болған адамдар уақыт өте келе жаныңа жиылып, сені жақсы көретіндердің санын толықтырады. Шынында, жамандыққа жақсылықпен жауап беру адам мен қоғамды тәрбиелейтін бірден бір жол. Жақсылық еш уақытта жауапсыз қалмайды. Жақсылық жасаудан жалықпайық жамағат.